Мемлекет башчысы жақында өткен үкіметтің кеңейтілген отырысында туризмді дамытудың және шетелдік қонақтар үшін қолайлы жағдай жасаудың стратегиялық маңыздылығын атап өтті. Ішкі істер министрлігі елге келетін туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуді жалғастыруда. Енді әрбір шетелдік қонаққа елге кірген бойда, сондай-ақ шекара бақылауынан өткен кезде электрондық көп тілді SafeTravel.kz порталынан нұсқайтын QR коды бар арнайы карточка беріледі. Порталда туристердің Қазақстанда қауіпсіз жүріп тұруына қажетті ақпарат пен ұсынымдар, сондай-ақ пайдалы мобильді қосымшаларды жүктеуге сілтемелер көрсетілген. QR коды бар алғашқы карточкалар елорданың халықаралық әуежайында шетелдік қонақтарға табыстала бастады. SafeTravel.kz-те полициямен жедел байланыс орнатуға арналған 102 мобильді қосымшасы, оның ішінде SOS функциясы, көші-қон заңнамасын сақтау жөніндегі жадынама, танымал қосымшаларға сілтеме мен жүрген қаланың картасы, ресми такси мен онлайн қызметтердің тізімі, байланыс операторлары мен олардың ресми сайттарына сілтеме, түрлі оқиғалар бойынша әрекет ету алгоритмдері, жедел жәрдем, өрт сөндіру мен құтқару сияқты басқа да шұғыл қызметтердің байланыс нөмірлері қолжетімді. Жүйе туристердің қауіпсіздігіне ғана емес, сонымен қатар шетелдік инвестициялар үшін қолайлы әрі тиімді орын ретінде Қазақстанға деген сенімді арттыруға бағытталған. Сіздің қауіпсіздігіңіз біздің басты міндет.